Қайырлы күн қыздар, бүгін біз жемістерді клярға аунатып, өте дәмді әрі ерекше пп тағам дайындаймыз. Ешқандай қант қосылмаған, арықтап жүрген болсаңыз, таңғы асқа міндетті пісіріп жесеңіз болады. Отбасыңызға да міндетті дайындап көріңіз. Ең алдымен біз клярын дайындап аламыз. Кляр үшін бізге ең бірінші керегі бір жұмыртқа. Содан соң құрамы жақсы кез келген йогурт, менде эпика, данон немесе активия йогурттарын қолдансаңыздар да болады. Екеуін жақсылап араластырамыз. Және диеталық ұн қосамыз, менде кукуруз ұны. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған кляр қатты қою да емес, қатты сұйық та емес, дәл осындай қоймалжың болуы керек. Кляр дайын, енді бізге жемістерді турау қажет. Бананды дәл осылай қырынан ұзынша жіңішке етіп тураймыз. Алманы да дәл солай ұзынша әрі жіңішке етіп тураймыз. Егер ортасында артық пашақтары болатын болса, видеодағыдай алып тастасаңыз болады. Жемістер дайын, енді клярға аунатамыз. Ең бірінші дайын клярға бананды дәл осылай аунатып аламыз. Алманы да дәл солай. Табаға азғантай зығыр майын құйып, түбін сылап аламыз. Қызып тұрған табаға дайын жемістерімізді кезектестіріп саламыз. Баяу отта қызарғанша пісіреміз. Аунатқаннан кейін астын сәл басып, қақпағын жауып қойсаңыз болады. Вуаля, дайын, өте дәмді, әрі ерекше, әрі пайдалы рецепті міндетті жасап көріңіз. Соңына дейін көрсеңіз, комментарий және лайк басуды ұмытпаңыз.